Сіздермен бірге дұрыс тарих арнасы. Бүгін мен европалықтардың 90% әкелері жағынан қазақтардан тарағаны жайында айтатын боламын. Бұл жай айтыла салған сөз емес, археологиялық және генетикалық тұрғысынан толықтай дәлелденген анық тұжырым. Археологияның дамуына байланысты зерттеушілер 19 ғасырдың соңы мен 20 ғасырдың басында қазба жұмыстары кезінде Европаның басым көпшілігіне таралған оғаш жайтқа тап болды. Европаның әртүрлі өңірінен көлемді шұңқырлар мен соларға көмілген адам сүйектері табылды. Сараптама нәтижесінде бұл сүйектердің шамамен 4800-5000 жыл бұрын өмір сүрген адамдарға тиесілі екені анықталды. Бұл деректер 5000 жыл бұрын Европада алапат қырғын орын алғандығын көрсетті. Алғашқыда бұл жаппай қырғынның себебі табиғи апат болуы мүмкін деген жорамал айтылды. Алайда зерттеу нәтижелері бұл көзқарасты теріске шығарды. Табылған сүйектердің басым көпшілігі ер адамдарға тиесілі болып шықты және олардың барлығы жау қолынан қаза тапқаны белгілі болды. Сүйектерде жебе ұштары мен балтадан қалған жарақат іздері анық байқалды. Сонымен қатар, шұңқырға көмілген адамдардың сүйектері қалай болса солай тасталған. Осындай жағдайда ажал құшып шұңқырларға тасталған адам сүйектері және осындай жайттың Европада кеңінен таралуы, сондай-ақ сүйектердің негізінен еркектерге тән болуы сырттан сұмдық басқыншылық пен аса қатыгез жаппай қырғынның орын алғандығын көрсетеді. YouTube мәйіттерді және қатыгез видеоларды жақтырмайды. Егер сіздер осы шабуыл кезінде қаза тапқан европалықтардың суреттерін көргілеріңіз келсе, менің видео астындағы Telegram каналыма өтіп көре аласыздар. Генетиктер зерттеуге араласқан сәтте ақиқаттың беті ашыла түсті. Шамамен 5000 жыл бұрын Европада ерлердің негізгі гаплогруппасы G2A және L2 болғаны анықталды. Бұл байырғы европалықтардың гаплогруппасы. Алайда жаппай қырғыннан кейін бұл гаплогруппалар жойылып, олардың орнын R1A және R1B гаплогруппасына жататын ер адамдар басқан. Зерттеулер көрсеткенде сол бір апат заманда Европа еркектерінің шамамен 90% қырылып кеткен. Қантөгіс негізінен ер адамдарға бағытталып, әйелдер аман қалған. Генетикалық сараптама нәтижелері жергілікті әйелдердің аман қалып, кейінгі ұрпақтың жергілікті әйелдер мен сырттан келген басқыншы еркектерден тарағанын анықтады. Яғни сырттан келген басқыншылар жергілікті ерлерді аяусыз қырып, әйелдерін күштеп тартып алып, өз ұрпағын солар арқылы жалғастырған. R1A және R1B гаплогруппасына жататын басқыншылар өздерімен бірге бөтен мәдениетті де ала келді. Бұл жаңа мәдениет ғылымда шұңқыр мәдениеті деп аталды. Шұңқыр мәдениетін қалыптастырған бұл жаулаушылар өздері басып кірген Европа бөліктеріндегі байырғы мәдениеттерді толығымен жойып жіберді. Олардың келуінен бұрын орталық Европада кең таралған сызықты ленталы керамика мәдениеті, солтүстік Европадағы құйғыш тәрізді тостағандар мәдениеті және оңтүстік Европадағы Испания мен Францияның неолит дәуіріндегі мәдениеттері түгелдей жойылған. Археологиялық деректерге сүйенсек, шұңқыр мәдениетінің түптамыры батыс Қазақстан мен Қара теңіз маңындағы далаларда пайда болған. Яғни біз білетін Дешті Қыпшақ даласы. Қазіргі таңда тарихтағы ең қатыгез басқыншы ретінде Шыңғысханның империясы жиі айтылады. Шыңғысхан мен оның бірқатар ұрпақтары жаулап алған өңірлерде жойқын қырғындар жасап, қарапайым халықты аяусыз қанға бөктіргені белгілі. Олардың шабуылынан ондаған миллион адам ажал құшты. Дегенмен олар шабуыл жасаған араб, парсы, Қытай секілді халықтарды ұлт ретінде жойып жіберген жоқ. Бұл халықтар бізге дейін жетті. Сондай-ақ бірінші және екінші дүниежүзілік соғыстарда адамзат үлкен қасірет көрсе де, ұлттар түгелдей жойылып кеткен жоқ. Ал шұңқыр мәдениетін қалыптастырған жауынгер халық басқыншылықтың ең қатыгез түрін көрсеткен. Олар шапқан жұртқа еш мүмкіндік бермеген, тіпті тұтас ұлттарды жер бетінен жойып жіберді. Ер азаматтарды аяусыз қырған, олардың шабуылынан бұрын болған мәдениеттер де жермен жексен етілген. Қару-жарақтың аздығы бар болса да сапасының төмендігі, бейбіт өмір сүріп соғысқа машықтанбаған қарапайым халықтың әлсіздігі салдарынан европалықтар ежелгі қазақтарға төтеп бере алмады. Оларды ашық шайқастарда көшпенділердің атты әскері мен соғыс арбалары ауыр шығынға ұшыратты. Басқыншы шұңқырлықтар олардың жерлері мен әйелдерін, байлықтарын алса да, қашқан еркектерді тірі қалдырмау керек деп шешті. Ежелгі қазақтар оларды барлық тараптардан өкшелей қуып қашуға мүмкіндік бермеді. Европа еркектері жаяу болды, ал ежелгі қазақтар атпен жүріп оларға оңай жетті. Ат жүру қиын тау мен болоталарға қашқандарына ит салған деп топшылай аламыз, себебі батыс Қазақстанда сақ сарматтан бұрын кемер деген халық өмір сүрген. Сіздер бізге жеткен кемерлерге тән ежелгі суретті көріп отырсыздар. Онда ат үстінде шауып бара жатқан екі қарулы адам және олардың арттарынан ілесіп жүгірген иттер бейнеленген.
Сондай-ақ жерде жатқан адамды да байқауға болады, яғни бұл сурет бізге кемерлердің соғыста иттерді қолданғанын, бәлкім иттер арқылы қарсыластарын аңдып ізіне түскенін білдіреді. Ал кемерлер тікелей шұңқырлықтардың ұрпағы. Шұңқыр мәдениетін зерттеу барысында олардың арасында қарулы адамдардың иттермен бірге жерленгені мәлім болды. Ал иттер жай ит емес, аңшы иттер болғаны анықталды. Аңшы иттердің қарулы адамдармен жерленуі олардың соғыста қолданғанын жоққа шығармайды. Яғни ежелгі қазақтар Европа еркектеріне ит салып, атпен өкшелей қуа отырып қырып салған. Мынау ағылшын тілінде көрсетілген картада Батыс Қазақстан мен Қара теңіз бойында шұңқыр мәдениеті көрсетілген. Шұңқырлықтардың басқыншылығы қара түсте бейнеленген. Негізгі бағыт Европа болса да, бір тобы қырғыздардың атамекені Енесейге басып кірген болатын. Батыс Қазақстаннан шыққан шұңқырлықтар Енесейге басып кіріп, Европаға жасаған ойрандарын ұйымдастырған. Бұғы бағып, балық аулап күнелткен қарапайым Енесей халықтары шұңқырлықтарға қарсы тұра алмай ауыр қырғынға ұшыраған. Шұңқырлықтар әдеттегідей ер азаматтарды қырып салып, әйелдерді өздеріне қалдырғаны археологиялық зерттеулер арқылы белгілі болды. Сондай-ақ олар бұл өңірде кейіннен Афанасьев мәдениеті деп аталатын жаңа мәдениетті қалыптастырған. Шұңқыр мәдениетін зерттеу барысында олардың жылқы мініп, арба тартқан, қатты әскериленген, негізінен қару-жарақ өндірген көшпенді халық болғаны анықталды. 20 ғасырда қазақ даласы кең көлемде зерттеле бастағанда археологтар таңғаларлық тарихи деректерге тап болды. Зерттеулер нәтижесінде 5000 жыл бұрын Европада алапат қырғын жасап, жергілікті халықтарды қан қақсатқан жаулаушы топтардың ізі дәл осы қазақ жерінен табылғаны белгілі болды. Оған қатысты бірнеше анық дәлелдер келтіре аламыз. R1A және R1B гаплогруппалары. 5000 жыл бұрын Европада G2A және L2 секілді байырғы тұрғындардың гаплогруппаларының басым көпшілігі жойылып, олардың орнын R1A мен R1B гаплогруппалар басқанын айттым. Бұл екі гаплогруппаның ең көне іздері шамамен 25 000 жыл бұрынғы кезеңге тиесілі, және олардың бастапқы отаны ретінде қазақ даласы көрсетіледі. Демек, R1A және R1B гаплогруппасына жататын халықтар қазіргі Қазақстан аумағынан шыққан. Қазіргі таңда қазақтардың шамамен 50%-ында С2 гаплогруппасы кездеседі. Қалған 30%-да ғана R1A және R1B гаплогруппалары кездеседі. Яғни олар басымдықта емес. Бірақ бұл 13 ғасырда Шыңғысханның келуімен байланысты. Шыңғысханға дейін Қазақстан аумағында R1A және R1B гаплогруппалары кеңінен таралды. Бұл гаплогруппалар ежелгі қазақтарға тиесілі болатын. Шыңғысхан, Найман, Жалайыр, Керей, Қоңырат секілді негізінен орта жүз қазақтарын Монғолиядан қазақ даласына алып келіп, Қыпшақ, Қаңлы секілді жергілікті байырғы тайпаларды қырып салды. Сондықтан С2 гаплогруппасында болған Монғолиядан келген қазақтар басымдыққа ие болып, жергілікті R1A және R1B гаплогруппаларын иеленген байырғы қазақтар қатты азайды. Зерттеулер нәтижесінде R1A гаплогруппасы Үйсін, Дулат, Қыпшақтарда, ал R1B гаплогруппасы негізінен кіші жүз қазақтары, яғни Адай, Беріш тамалардан кездесті. Қазіргі таңда Батыс Қазақстанның шамамен 60%-да R1B гаплогруппасы таралған, ал С2 Шыңғысханмен келген шығыстағы Найман, Керей, Жалайырлардан табылды. Ботай тұрағы. Солтүстік Қазақстан аумағынан 5100-5700 жыл бұрынғы Ботай мәдениетіне жататын қоныстан көптеген жылқы сүйектері табылды. Жылқылардың қолға үйретілгендігін кепкен қымыз іздері мен жақ сүйектерінде ауыздықтаудың салдарынан пайда болған қажалу іздері дәлелдеді. Бұл қазақ жерінде адамзат алғашқылардың бірі болып жылқыны қолға үйреткендігінің айғағы. Европаны қырып салған басқыншылар жылқы мінген атты әскерден құралғаны анықталды, ал қазақтар алғашқылардың бірі болып жылқыны үйретті. Бұл көшпенділер дәуіріне аяқ басып, оларға отырықшы әскермен соғысуда орасан зор басымдық берді. Яғни жылқы мінген жауынгерлер қазіргі дрондар секілді күтпеген жерден кенеттен шабуыл жасап, ізім-қайым жоқ болып кетіп отыратын. Жаяу отырықшылар оларды әсте қуып жете алмады. Ашық соғыста да, тиіп қашып соғысуда да атты әскер басымдықта болды. Әскери арбалар. Ресейге шекаралас аумақтар мен Қазақстан аумағынан әсіресе Арқайым, Сынтасты, Беғазы, Дәндібай мен Тасмола, Қаратаудан қос дөңгелекті арбалар мен арба іздері табылды. Бұл жағдайлар Қазақстан аумағында жаппай қос дөңгелекті арбалар қолданыста болғандығын айғақтайды. Зат тасуда 4 дөңгелекті арбалар қолданылады, ал қос дөңгелекті арбалар зат тасу үшін емес, әскери мақсатта соғыс үшін жасалған. Яғни бұндай көп мөлшерде соғысатын арбалардың болуы ежелгі қазақтардың жаппай әскериленген қауым болғандығын көрсетеді.
Археологиялық зерттеулер Қазақстан аумағы әскери арбалар қолданысқа енген ең алғашқы мекендердің бірі екендігін дәлелдеді. Әлбетте, жылқы мінген көшпенділерде арбалар алғашқылардың бірі болып қолданысқа енуі қалыпты жағдай. Археологиялық зерттеулер Европаны дүр сілкіндірген басқыншылардың негізінен әскери арбалар арқылы соғысқанын анық көрсетті. Қазақстан аумағынан табылған арбалар мен олардың бейнелері бұл жауынгерлердің қай өңірден шыққанын дәлелдей түсті. Аттарға жегілген қос дөңгелекті соғыс арбалары жаяу әскеріне тек физикалық ғана емес, психологиялық тұрғысынан да ауыр соққы болған. Ғалымдардың пайымдауынша, арбалар шабуылдаған кезде дөңгелектер мен ағаштардың үйкелісі салдарынан қорқынышты үн шығып, ол көшпенділердің айғай-шуғымен ұрандарымен қосылып отырғыш халықтар арасында үрей тудырған. Мұндай жағдайда соғыс басталмай тұрып-ақ қарсы жақтың әскері бойын қорқыныш билеп шегінуге мәжбүр болған. Ол кезеңде ер-тоқым мен үзеңгі әлі ойлап табылмағандықтан, жылқы үстінде садақ атып соғысу қиынға соғатын. Сондықтан арба үстінде соғысу ең тиімді тәсіл болды. Арбада отырған екі жауынгердің бірі тізгінді ұстаумен айналысса, екіншісі жебелерін жаудырып шайқасқа кірісетін. Ал қашықтық қысқарғанда найза мен балтаның күші іске қосылды. Металлургия мен жаппай қару-жарақ өндірісі. Қазақстан аумағында металлургия аса жоғары деңгейде дамыды. Археологиялық зерттеулер Қазақстан аумағында адамдар алғашқылардың бірі болып, металлургияны игергенін анықтады. Бір ғана жезқазғанның өзі металлургия өндірісінен бүкіл Евразиядан асып кеткен. Өндіріс барысында көптеген қару-жарақ жасап шығарылған. Сол маңдардан балта, найза секілді қару-жарақтар және шахталар табылды. Бұл жағдайлар ежелгі қазақтардың жаппай халықтық деңгейде қаруланғандығын көрсетеді. Қаныш Сәтбаев Жезқазғаннан кезінде шамамен 1 миллион тоннадан астам мыс рудасы қазылып, балқытылған деп санады. Бұл бір ғана Жезқазған, одан бөлек те аумақтардан ежелгі қазақтар металл өндіріп қару-жарақ жасады. Бұл жағдайлар оларды әлемдегі ең көп қару өндіретін қоғамға айналдырды. Шұңғырлықтардың басқыншылығы басталар тұста европалықтар негізінен бейбіт өмір сүрді. Археологиялық зерттеулер олардың негізінен егін егіп бау-бақша өсіретін диқаншылар болғанын көрсетті. Сондай-ақ оларда соғыс сирек болатын және қару-жарақ өте аз болды. Сапасы жағынан да артта қалды. Бұл уақытта европалықтардың басым көпшілігінің қарулары тастан жасалды. Ал ежелгі қазақтарда, яғни шұңқырлықтарда металлургия мен мыс өндіру аса жоғары деңгейде дамыды. Мыстан жасалған қарулар тастан жасалған қарулармен салыстырғанда қай жағынан алып қараса да асып кететін. Мәселен, тас жебелер ауыр болғандықтан алыс қашықтыққа жете алмады. Сондай-ақ ұштары да айтарлықтай өткір болмаған соң жаудың денесіне тереңдеп кіре алмады. Ал мыс жебелер жеңіл болуына байланысты өте алысқа ұшты және ұшыда өткір болып қарсылас тарапқа барынша ауыр соққы жасауға мүмкіндік берді. Жалпы мыс иілгіш, жұмсақтау болғандықтан ұшы өткір найза, жебе ұштары, пышақ, қысқа қылыш секілді қарулар жасауда өте маңызды болды. Мыс көшпенділіктің дамуына орасан зор әсері болды. Өткір пышақтар малды бауыздап, етін бөлшектеуде ыңғайлы болды. Бұл жорықта жүргенде жауынгерлерге азық ретінде етті тездетіп әзірлеуге мүмкіндік берді. Сонымен археологиялық, генетикалық және тарихи деректерге сүйене отырып жүргізілген кешенді зерттеулер нәтижесінде 5000 жыл бұрынғы Европаны шарпыған алапат қырғынның астарында қандай оқиғалар тұрғаны біртіндеп айқындалды. Осы қырғынға себепкер болған жауынгер халықтардың түп тамыры, олардың арба мен атты соғыс өнерін меңгеруі, металл қару-жарақ жасау қабілеті және генетикалық ізі бәрі де қазақ даласымен тығыз байланысты екені дәлелденді. Қысқаша айтқанда, ежелгі қазақтар европалықтардың өздерінен әскери тұрғысынан дәрменсіз екендігін көргенде жыртқышаңдай бас салған. Ежелгі қазақтардың өткір, алысқа ұшатын жеңіл қарулары, атты әскері мен қос дөңгелекті арбалары байырғы европалықтардың тасталқанын шығарды. Сондықтан қазіргі европалықтардың шамамен 90% әкесі жағынан ежелгі қазақтардың ұрпағы.